Бұл кеспе көже сіздің балалық шағыңыздың дәмі, және де кеспелерді кескен кезде барлығы біркелкі етіп кесіп, және де ешқандай көп қайнаса да езілмейтін кеспе. Сондықтан менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырды дайындап қоямыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқаға кішкене ғана тұз салу керек. Негізі тұз салмасаңыздар да болады. Жұмыртқаңыз үлкен болатын болса, екеуін де алсаңыздар болады. Менікі майда жұмыртқа болғандықтан мен 3 жұмыртқа алдым, қыздар. Басқа ештеңе қоспаймыз, жақсылап араластырып, ұн қосып қамыр қыздар. Ұн қосқан кезде байқаңыздар, өйткені ұнды көбірек қосып жіберсеңдер қамыр өте қатты болып қалып, жұмыртқа болғаннан кейін тырысып қалады да, вообще қамырыңызды дұрыс жая алмай қалатын боласыздар. Мен видеода көрсеткендей етіп, жұмсақтықта илейміз да, бетін жауып қойып қоямыз. Енді сорпаны қайнатып қоямыз. Ол үшін бізге кішкене қазанға май құйып, үстіне етті салып турайтын қуырамыз. Көбінесе осындай қабырғалы еттерді пайдаланыңыздар, сол кезде сорпаңыздың дәмі әдемі болып шығады. Енді ет кішкене қуырылғаннан кейін үстіне пияз саламыз. Пиязды да 2-3 минут қуырып аламыз. Негізі құр қайнатып жасағаннан гөрі осылай қуырып жасасаңыздар, сорпаларыңыздың дәмі керемет болып шығады. Енді үстіне сәбіз бен чеснок саламыз. Негізі қыздар, пияз, болгар бұрышы деген сияқты заттарды салуға болады. Мен бұл жерде мына жердегі қосып тұрған томатым қолдан жасалған, болгар бұрышынан жасалған томат болғандықтан онда ештеңе қоспадым. Кішкене томат салып қуырғаннан кейін үстіне қайнап тұрған су құямыз. Міндетті түрде су қайнап тұрған болу керек. Сол кезде тамағыңыздың дәмі әдемі болып шығады. Кішкене қайнағаннан кейін астын жай қойып, бетін жауып, тағы бір жарты сағаттай қайнатамыз. Міндетті түрде қайнап жатқан сорпаны 1-2 мәрте сапырыңыздар. Баяғыда айтқандай, сорпаның дәмі сол уақытта әдемі болып шығады. Осылай қайтарып сорпаның үстіне картоп салатын боламыз. Дайын болуына бір 20-30 минут қалған кезде картопты да үлкен жауып тұраңыздар. Енді қамырды жайып аламыз. Әбден тынған қамырды жаю өте оңай болады. 5 минуттың ішінде де жайып қоясыз деуге де болады, қыздар. Менің арнамда өте оңай тамақтардың және де үйге қажетті заттардың, лайфхактар сияқты заттар, кухняға қажетті барлық нәрсенің рецептері, видеолар шығып тұратын болады. Сондықтан міндетті түрде арнама жазылып алыңыздар. Әртүрлі бала-шағаға жейтін, қызықтыратын печеньелардың да рецептері бар арнамда. Сондықтан міндетті түрде арнама жазылып алыңыздар, қыздар. Қамырды осылай жайып аламыз. Кәдімгі бешбармақтың қамырды жайған сияқты қылып жайып, дәл солай бешбармақтың қамырды жайған сияқты қылып кесіп аламыз. Енді кішкене ортасын ұндап жіберіңіздер, сол кезде жабыспайды. Мен 2 бөлікке бөліп кесіп аламын. Егер де 3 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Осылай 2 бөлікке бөліп, барлығын бірдей етіп, асықпай отырып, жақсылап тураймыз. Егер де сіз кеспе кесуді білмесеңіз, көбірек жұмыс жасасаңыз, міндетті түрде әдемі қылып, дәл менікіндей етіп кесіп аласыздар, қыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай кеспе барлығы бірдей және де ешқандай бір-біріне жабыспайтын кеспе. Кеспені салмас бұрын неге сорпамызға арнайы тұзды және өзіңіз қалаған приправаны саласыз. Мен барлық приправаға дәл осы бульонды саламын, дәмін әдемі қылып шығарады. Үстіне жаңағы кеспемізді салып, сорпаның астын қатты қойып, қайнап тұрған сорпамызға саламыз кеспені міндетті түрде және араластырып жіберіп, 5 минут қайнағаннан кейін біздің тамағымыз дайын болады, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кешкі асқа өте керемет сорпа деп айтар едім. Және де үйіңізде үлкен кісілер болса, сол кісілердің ең сүйікті тағамы болып саналады бұл. Сондықтан, егер де сіздерге менің рецептім ұнап жатқан болса, менің пайдам тиіп жатқан болса, міндетті түрде кері байланыс қалдырып, комментарияға жазып қалдырсаңыздар болады. Көбінесе айранмен ұсынған жақсы, немесе әртүрлі зелендер салып берсеңіздер де болады. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай жабыспаған, бір-біріне езілмеген, сол қалпында шыққан